Армысыздар, құрметті көпшілік. Бүгін сіздерге өте бір сұмдық оқиғаны жеткізбекшіміз. Осыдан аз бұрын Гүлзира Әуелқан қызы туралы ақпарат бүкіл қазақ тілді аудиторияны, тіпті әлемдік ақпаратты дүрсілкіндірген болатын. Сол Гүлзира Әуелқан қызы міне бірнеше күннен бері денсаулық жағдайына байланысты Алматы қаласында тексерістен, медициналық сараптамадан өтуде. Ал бұл жай ғана медициналық сараптама емес. Қытайда жасап жатқан қазақтарға, қырғыздарға, ұйғырларға, тіпті Тибет, моңғолдарға, тәжік, өзбекке жасап жатқан сұмдық қиянаты, адамгершіліктен, барлық кісілік құқықтардан аттаған, аяққа таптаған осындай бір сұрқия қылмысының тірі куәгері болып Гүлзира Әуелқан қызы қасымызда отыр. Енді осы сұхбатты біз әуелгідей қайтадан бастайық. Гүлзира Әуелқан қызының денсаулығынан үлкен мәселе шығып тұр. Ол өткенде айта алмаған, бірақ бүгінде айтуға мүмкіндігі болып тұрған. Қытайдың түрмесінде 1 жыл 7 ай жатқан кезде әр жолы кез келген бір ұсақ қателіктер үшін, тіпті туалетте ұзағырақ отырып қалған үшін, тамақты уағында іше алмаған үшін басынан электрошок алғанын, яғни электрмен басына соққылағандығын бүгін айтып отыр. Және осы мәселе туралы біз өзіне сөз кезегін береміз. Алдымен студияда қонақтарымызды таныстыра кетейік. Бірінші кезекте Гүлзира Әуелқан қызы Қытай түрмесінде 1 жыл 7 ай отырып шыққан, артынан мәжбүрлі түрде Іле Қазақ автономиялы облысының Құлжа ауданындағы киім тігу зауытында мәжбүрлі жұмысқа жегілген, айлықсыз, ақысыз жұмысқа жегілген, құлдыққа жегілген қарындасымыз осы. Ал қасындағы жолдасы Тұрсынжан Есенәлі. Ал осы Тұрсынжан Есенәлі Гүлзира Әуелқан Қытайға өзінің бала шағасын алып келмекке барған кезінен тұтқындалғанда қасында осы құрттай қызбен қалды. Бұл қызымыздың аты Ақбаян, Ақбаян Тұрсынжан қызы. Ал студиямыздың қонағы Түркияның азаматы, өзіміздің түбі бір түрік туысымыз Мехмет бауырымыз. Мехмет бауырымыздың тегі қашықшы, қазақша айтқанда қасықшы. Мехмет бауырымыз Америкада оқып жатқан үлкен академик, ғалым, доктор. Осы атажұрт еріктілеріндегі шағымданушы кісілердің арыздарын ағылшыншаға, түрікшеге, қазақша 3 тілде жүргізіп, түрік тілді аудиторияны, тіпті ағылшын тілді аудиторияны көтеріп дүрсілкіндіріп жүрген бауырымыз. Ал оның қасындағы жігіт Ербол Дәулетбекұлы, ақын, қоғам белсендісі, атажұрт еріктілерінің қазыналық жұмыстарына жауапты жігіт. Ал оның қасында Қайрат Байтолла ағамыз осы атажұрт еріктілерінің ақылмандар тобының жетекшісі, атажұрт еріктілерінің тәртібін, ақпараттық саласын қадағалайды. Ал оның қасында Тоқтар Жақаш ағамыз бүгінгі осы оқиғаның, сұмдық оқиғаның куәгері ретінде отыр. Жалпы енді осы әңгімені тікелей сол осы сұмдық оқиғаның тірі куәгері Гүлзира Әуелқан қызының өзіне берейік. Ал Гүлзира, негізі Алматыға келіп тексеріліп жатқаныңа қанша күн болды? Кешеден бері, Кешеден бері. Ал оған себеп не болды? Оған себепті мен баста үйренуді сол саяси лагерге кіргеннен кейін 6-ай, 7-ай, 8-ай айда, 7-ай айдың 2-сі 4-ші орта мектепке түнделетіп жеткізген. Қолымызға кісен салып оқушыларды. 4-ші орта мектеп. Бұл Құлжа ауданында? Құлжа аудан 4-ші орта мектепке оқушылар тарап келген уақытта босаған мектеп екен. Содан 9-ай айға дейін сол жерде тұрдық. Сол кезде 3 ай ішінде біз ана коллиятқа 2 минут ішінде шығамыз да. Туалетке? Бір сыныпта 50 оқушыдан отырмыз. Содан айланып өшіріп келгенше таңертеңнен отырып қаламыз дәретімізді. Кейде дәретіміз жоқ болып денемізге тарап қол аяғымыз кетеді. Содан 2 минут өшіріп келген кезде шығып қалып 3-4 минут кешігіп кетсек, содан сыныпқа кіргенше сақшы қыздар басымызға топ таяқпен 1-2 ұрып етеді. Біздің залда сақшы қыздар тұрады, ұйғыр қазақтар тұрады. Форма киім киіп, қолдарына қалқан ұстап тұрады. Олар сыныпқа кірмейді. Сыныпқа кіргеннен кейін алдыда 2 сақшы тұрады біздің амандығымызға жауапты болып. Сол кезде арт есіктен кіреміз коллиятқа. Алдыңғы есіктен мұғалімдер жүреді, арт есіктен бір жүреміз. Сол кезде жарым сағат. 50 оқушыны жарым сағат ішінде 2 минутта шығып болу үшін уақыт тош кетеді. Кейде шыға аламыз, кейде шыға алмаймыз.
Туалетке сонда 2-ақ минут шектеме береді. 2-ақ минут. 2 минуттан ассаң сол басыңды тоқпақтап басымызға ғана ұрады. Денелеріңе зақым түседі деп басымызға ғана ұрады. Басымызда шаш болғандықтан ба, әйтеу. Көрінбейді. Ол сақшы қыздар. Сақшы қыздар. Ұйғыр қазақ. Қанзу көрмейміз. Қанзулар ана үлкен тексеріш кадрлары қанзу, бастықтары қанзу. Содан кей кезде 3-4 минут отыр қаламыз, дәретіміз қат қалады. Енді әйел адам болғаннан кейін ұзақ уақыт ауырамыз дейміз. Соған мүмкіндік емес, содан шыққанша сыныпқа кіргенше 3-4 аяқ басымыз ұрып кетеді. Кәдімгі электрошокпен. Электр тыз еткізіп басымызға қапты 2-3 ұрып кетеді. Токпен ұрамаса? Тоқ таяғы бар. Тоқ таяқпен ұрама? Тоқ таяқпен ұрып кетеді. Өнен кейін о жерге кіргеннен кейін дәретіміз кейде жоқ болып қалады. Уағында дәретке отырайық десек, жоқ. Таңертең сағат 7-ден кешкі сағат 10-ге дейін 14 сағат отырамыз. Ал жатаққа кіргеннен кейін челекке дәрет қыламыз. Бұл сөз ұяттығы жоқ қой, бірінші денсаулық. Таң атқанша бір жатақта 18 ұйғырмен жаттым, бір ай челекке тидік, таңертең өшіретпен төгеміз. Соның дерті әзір көзімнің жанары, мен бүйтіп отырғанмен көзім әзір әлсіз. Басым ауырады, 2 бүйрегім ашиды, бет аузым кетеді, көңілім айниды. Жарым шекем ауырғанда сол жерде 3 айдай басым ауырған мұғалімдарға айтып едім, доғдырға айтып едім, сендер көрмейміз, үлкен ауру емес екенсің деп, ештеңке қылмайды деп, сөйтіп өтірік ауру деп шыққан күндері де болды. Бірақ мен басым ауырғанда мұрнымнан қан ағады, қан аққаннан кейін барып басым сергиді. Сонымен кеше жолдасым Тұрсынжанға айтып, мен доғдырға бір қатар көрсетпесең болмайды деп. Біз кіргеннен кейін өкіл советтеміз ба, сол өкілдің тәсірі ма деймін, білмейміз, ол өкілді тұмаудың алдын алады деп айтты. Бірақ үлкен жуан өкіл білектен салды. Сол кезде ашып айтып еткен, бір жыл 6 ай ішінде белгі береді деген. Бірақ өкіл сағаннан кейін 3 күннен кейін басымыз айланып көңілім айныды менің. Өнен кейін мен о жатақта жатқанда менен ғана үлкен білектен қан алды, менің қасымда қыздардан қан алған жоқ, күнделетіп қан алды. Күнделетіп қан алды. Білектен ба? Білектен алды. Білектен алды. Сол қасымдағы ұйғыр қыздарға айтам, сендерден не қан алмады десем, білмеймін дейді. Сол менен ғана қан алды. Одан 4-ші ортадан барып, кейін жаңа мектеп салды дейді, ана Жүңүй доғдырханаға кіргенде. Қытай доғдырханасы. Қытай доғдырханасы. 2 қабат дидар екен. Біз баста 20 күндей жатақта оқыдық, 8-ден 16 класқа бетіп. Сонда бір классы көрмейміз ғой, тор ғой бүткіл. Сырты да тор, іші де тор. Жоғатынан тексеріштер келеді, бастықтар келеді дегенде басқа оқушыларды алып біраз гимнастика ойнатып қояды. Кейде бізді 10 минуттай күліп отырыңдар, ән айтып отырыңдар, тексерушілер келеді дейді, өтіріктен болса дыр жиып отырамыз. Сонымен олар көреді дағы жақсы оқыңдар, көңіл күйлерің жақсы екен ғой дейді. Қытайша білетіндерді алдыға сұрат қояды да өздерін таныстырады. Олар өздерін танысып, партия өкіметке рахмет айтады. Одан барып сақшы қыздардың жеген тамақтарын көрсетеді дағы, оқушылар осы тамақты жеп жатыр дейді. Әмәлиятта біздің жеген тамағымыз қонақ қайнатып берді. Жүгері 3 айдай ма? Жүгері қайнатты, соның тартқызып оны бердік. Картошканы 4 бөліп турап берді. Қолмен жеген күніміз болды. Тамақ жайсыз. Содан да мәйтіп ашқазанымыз ауырып, ұйықтасақ, жыласақ, басымыз ауырып, жыласақ отырғып қояды 24 сағат. Анандай қара орындыққа кісен салады, отырамыз. Әлгінің ішінде дәрет деген кей кезде қой бербеткен күндеріміз де болды. Амал жоқ енді қайтеміз, қолымызда кісен тұрса. Мұнда сұрап жатыр, ол неге оқу дейді, өздері оқи ма дейді. Идеяңда мәселе бар, сен түзімге бойсын барың дейді. Ол әрбейдігін деп бізге ашып айтқан, әрбейдігін болса бізді уағында әйел адам болғаннан кейін біз ұрпақ анасы, ұлт анасы, денсаулықты өкімет жағынан мектеп болып құрылғаннан кейін бізді уағында шығарса, уағында кіргізбе, көңіл күйіміз де жақсы болады ғой. Ол қақитып отырғызып қойса, біз 3 уақыт тамақты бергеннен кейін біз тышпаймыз ба, тимейміз ба? Сонда отырамыз ғой. Сонда жылап жіберген күнді сол басымызға 1-2 тоқпақтап алып шығып кетеді. Сақшылар алып шығып кеткеннен кейін 1-2 тоқпақтап көзір салатын жеріне апарады, ол кісен сап қояды. Олар класқа кірмейді, залдың ішінде тұрады. Дәретханаға кіріп кешігіп қалсаң, сол басыңа 1-2 тоқпақтап кетеді, класқа кіргізеді. Енді осындай түрмені Қытайлар аталмыш саяси тәлім тәрбие орталығы, кәсіби біліктілікті жетілдіру орталығы деп бүкіл дүниені алдап отыр. Өткенде Қазақстандық дипломаттар бар, Пакистанның дипломаттар бар, Малайзия, Индонезия бар, бір топ дипломаттар шақырып, кәдімгі әртістік ойын, шоу көрсетті. Сөйтіп, оның ішінде бақытты әйелдер билеп, теннис ойнап, таныса ойнап, билеп, мәз болып жатыр. Сонда олар айтады, біз егер қаласақ, сұрасақ, телефонды береді, үйімізбен телефонда сөйлесеміз дейді. Телефонды бергенде сол бір айда, енді мен еркін сынып деп қойды, бір айда 4 рет телефон ұрғылады.
бір рет экранда, бір рет жүзгіранда көрсетеді. Экран мен жүзгіранға барған жоқ, қолымызға кісен сабап барады, барған кейін алып тастайды. Телефон ұрғанда жазып отырады, не деп айттың, не деп сөйледің, 10 минут сол. Не нәрсеге оқытады, ол жерде не оқиды? Қытайша оқытамыз, қытайша үйренеміз, Ши Цзиньпиннің 19-шы құрылтайының рухын үйренеміз, ұлттардың ынтымағын күшейту дейді. Қайта ұлттардың ынтымағын күшейтеміз, қолымызға кісен саса, я уағында дәретханаға шығармаса, біріміздің дәретімізді біріміз таң атқанша төгіп шықса ғана дәрет деген қандай денеге сіңіп көзге. Одан барып тамақ ішсек, соның өзі бір ауру ғой. Шашымыз ағарып кетсе, шашымызды жасандырып, бояп қояды, бастықтар келетінде шаштарыңды бояңдар, күліп отырыңдар деп. Тексерушілер келеді дейді. Жоғарысынан үлкен бастықтар келгенде Қытайша білетіндерді алдыға тұрғызып, Қытайша таныстырады. Күліп отырыңдар, ән айтып отырыңдар дейді. Кей кезде бір 10 минут қана бізді далаға шығарады, біраз гимнастик ойнатып, олар келеді дағы, ой жақты екен, үйренулер жақты екен, жеген тамақтар жақты екен деп кетеді. Бірақ әмәлиятта біздің кісен сағанымызды, дәретханаға айтып 2 минут барғанымызды, қонақ жүгірішткенімізді бастықтар білмейді. Мұғалымдар, сақшы қыздар, кей кезде бір сақшы ұйғыр қыздар жанашып бізден сұхбат аламыз деп жатағына апарғанда солардың лаңманын, банандарын бізге беріп етеді. Енді қанша дегенмен адам пендесі ғой, ұйғыр қыздар, сақшы қыздар сұхбат аламыз деген кезде, мә сендер жеп етіңдерші деп. Кей кезде мұғалым қыздар үйіне барған кезде нан ала келіңізші дейміз. Әлгі нан келгенде, мұндай наннан бергенде соны көлияттың ішінде жеп етеміз, намыс сағынып. Егерде ол жоғарытынан бастықтар келіп, сол біздің елде сондай болса, біз сондай күн көреміз ба? Ол мүмкін емес, ондай күн көрмейміз. Дәрет деген бірінші орында ғой, ол бәріміз әйел адам 51 сыныпта 50 оқушы бар, бір класс көрмейміз. Түнделетіп адам әкеледі, түнделетіп адам әкетеді. Сағат 10-нан кейін жетпейді. Ол қайдан келген адам, не қылған адам білгелі болмайды ғой. Енді сол мынадай әңгіме бар, түрмедегі әйелдерді сақшы еркектер Қытайдың зорлайды екен деген. Бұл қаншалықты? Оны енді ана күтіп тұрушы орны де қояды екен, оны ғой әлгі ақша мен пұл ішетіндер дейді. Оған көрістірмейді екен, сөйлестірмейді екен, үйіңнен семьясы 2000 юан, 3000 юан пұл әкеп берсе, сол жерде тамақ ішетін, тамақты сатып алатын жерде сондай қылады деп естігенбіз. Сондай екен деп. Енді біз жатаққан жатақта ұйғыр қыздар менен қазақ қыздар сақшы, ұйғыр қыз бен қазақ қыз мұғалымдар өзімізге сап қойды. Олар амал бар түзімге бойсыныңдар деп бізді сондай тәрбиелейді. Біздің қиналғанымыз дәреттен қиналдық. Бірінші дәреттен қиналдық, екінші тамақтан қиналдық. Қазір енді басыңыз ауырып ма? Қазір де басым ауырады, бүйтіп отырған мен көзім жанар әлсіз менің. Кейде көрем, кейде көрмей қалам. Кешеден бастап тексерілді, 29 қаңтар екен, 2019 жылдың 29 қаңтары. Сонда дәрігерлер не деп айтып отыр жалпы? Дәрігерлер сол ана ұйқы безі қабынған деп отыр, ана бүйректі суы көп кеткен дейді, ана басыңның ауырған ұйқы безінің тәсірі бар деп жатыр. Ұйқы безінің қабынуы, мүмкін бұны Еуропа, Америкаға барып тексерсек, олардың салған уколдары, қандай да бір осы түрмедегі отырған қазақ, ұйғыр, өзбек, қырғызға қандай да бір жаңағы медициналық, биологиялық, биохимиялық тәжірибелер, эксперименттер жасағандығы туралы біздің медицина. Мен ойлаймын, мен егер азаматтығым болған болса, сол жердегі мектептер енді онан бері бәлкім өзгеріп кеткен болуы мүмкін. Егер апар дейтін болса, мен мына мектепте оқыдым, мына мектепте оқыдым деп айтып бере аламын. Мектеп па, түрме ма? Түрме, бізді мектепте қояды, бірақ әрбір үйдізім ғой. Кітап дәптер берді, ресми қолымызға дәптер, кітап берді. Қытайша бірдемен үйренеміз ғой. Сол кезде 3000 әріп үйреніңдер деп басым қылған өндер болды. 3000 әріп деген оңай емес қой. Жаңа Құлжаудандық 4-ші орта мектеп, ол уақытша ғана. Кейін ана шыңдың деп қояды, жаңа бір анау Құлжауданның дөңмал деген жерінен бина деген сабетті ғой. Иә, ғимарат. Соған көшіп бардық түнделетіп қолымызға кісен сап. О жердікі одан қатты баяғы. Күлсөкте көз ұртап жатқан, жыласақта кісен сап жатқан, сұхбатқа шыққан кезде кісен сап апарған, алдымызда сақшы қыздар дікілдеп бізді боқтап отырған, неменеге келесіңдер, сендерді мен әкелдім ба, сендерді ауылдарың әкелді деп. Анда-мұнда біздің ауылдың үй жағындағы жақсы оқыңдар, үйреніштерің жақсы екен, көмір бердің, ұн бердік, жоғарытынан жақсы саясаттар келіп жатыр дейді. Ал енді бастықтарға келіп, жоғарытынан тексерістер келіп дегенде, кадрларымызды айтпаңдар, тамағымыз жақсы деп айтыңдар, жақсы қарап жатыр деп айтыңдар деп олар сөз үйретеді, соны айтып беріп отырамыз. Сізді не үшін қамады онда? Ойса шетке шықтың деді маған, шектелген Қазақстан 26 мемлекеттің ішінде шектелген мемлекетке барып, идеяңда мәселе бар, сол жақтың діндерін оқыдың, көрдің, телевизор көрдің деді. Ықтиярға атты 2 напос деді. Бұл не деген? Напос деген? Постнапос деді. Жоқ, бұл кісі Қазақстанға келді, күйеу баласы азаматтық алды.
Сон бұл кісі жаңа Қытайда тағы бір қызы қалып отыр ғой. Қытайда. Ол да қазір мәжбүрлі зауытта, ақысыз жұмыста. Сон бұл кісі барып жаңа қызын алып қайтқалы барған жерінен сен жаңа Қытайдағы қауіпті 26 мемлекеттің тізімінің ішінде Қазақстан тұр бірінші кезекте, Түркия тұр екінші кезекте, Қырғызстан, Өзбекстан бәрі стандарт тұр, мұсылман елдер. Соны террористік қауіпті 26 мемлекет деп атаған. Бұл кісі сол қауіпті мемлекеттен келгендіктен сен Қазақстанда телевизор көріп қойғасың, Қазақстанда сен жаңағы ақпарат естігесің, капиталистік буржуазиялық идеямен миың уланған, исламмен уланғасың, ол жерде сен мешітке барып қойған болуың мүмкін. Енді сені біз коммунистерше тәрбиелейміз деп апарып 1 жыл 7 ай бойы түрмеге салып қамайды. Ал ол жерде олар түрме демейді. Үйрену дейді, тәрбиелеу мектебі дейді. Тәлім тәрбие орталығы дейді. Анығында ол аталмыш тәлім тәрбие орталығындағы өмір анау, қол аяқта көзір кісен, ажырғы, туалетке 2-ақ минут, 50 адамға жаңағы беретін 2-ақ минут, әр адам 2 минуттан отыру керек дейді. Түндегісі анау тіпті әуелі күнсе тұрса жаңағы сол шелек беріп қойып түнімен соған дәрет қылып таңертең төк дейді қысқасы. Осындай жерде олар саяси тәрбиелеу орталығы дейді. Өткенде ғана қазақстандық бір дипломат айтты ғой, ол тәрбие орталығындағы өмір жақсы екен деп айтты ғой әуелі. Қазақстандық дипломат. Мен сол кезде ойлап кетем, осы азаматтығым шықса, мына жер көрсетіп бер дейтін болса, мен мына мектепте оқыдым, мына мектепте оқыдым деп тек әлде де айтып бере аламын. Бірақ ендіге дейін ол кісінің көзірлерін өзгертіп етті ма, білмеймін әйтеуір. Мен өз басым көрдім ғой, 24 сағат орындығына да отырдым, көзірін де сағыздым, дәретімді де шелектегі дәретті де көтеріп төккен күнім болды. Ағда кішкентай қызыңыз қайда болды сол кезде? Мына күйеуімнің қасында болды. Осы қызым 3 жасында кеткен ғой, мен 5-ке келгенде келдім, 2 жыл дегенде келдім. Қызыңыз таныды ма сізді? Сағынбағанда таныды ғой. Күнде фотосын көреді, түнгі сағат 2-де ме? Сағатпен елбасының қасасы. Мен 6-шы айдың 2010. Мені таныдың ба деймін ғой. Сен саяхаттағы атасың ғой деп мені бірден танып отыр. Сонда өз жердегі мұғалімдарың сол баяғы сол үрімжіге есеп, көркемөнерден барып келген, алгебрадан өтіп келіп ауылынан мұғалім болғандарды сол қытайша тіл білмейді екенсің деп сондай адамдарды әкеп бізге кадр қылып қойды ғой. Елеп ұйғыр мен қазақ, ол жерде қанзыл кадр жоқ. Енді қанзыл тәтелер мен қанзыл қыздар мен бір аптадай жаттым шетке шыққан деп. Сонда ана бір тіл білетін қанзыл қыздан сұрадым, сен не келдің деп едім, мен Шижипыңның баласы болсам да келдім, менің напосым мына жақта тұрған менің өзім ішкерде сауда қылам дейді. Соған напосыңда жоқсың деп әкелді деді. 5-6 қанзыл қыздармен жаттым. Бір аптадан кейін сен шетке шыққан екен, сенің ықтияр қатың бар екен деп астыңғыға бастап сөйледі. Сонда бұл үйрену 5-ке бөлінеді екен ғой, А, Б, С, Д деп. Сонда бізде еркін сынып дейді. Еркін сынып болғанымыз соншылық қой, ана қолымызда көзір, дәретханаға барып келгенше 1-2 таяқ жеп етеміз, 4 таяқпенен сапыр-сұпыр. Сонда бізге әлгі бастықтар келеді деген апалардың шаштерін бояйды. Бір жыл босап шықтыңыз ба? Қалай болды босап шығыңыз? Сол 1 жыл аяқ астынан 2017 айдың 19 үйренуге кірген ғой, мына Қорғастан. Қамалдыңыз ба? Кірдіңіз ба өзіңіз? Барып кіріп кеттіңіз ба? Иә, қамалдық қой, біздің ауылдық алып барады. Қамалды ма жоқ, өзіңіз барып кірдіңіз ба аяғыңызбен? Жоқ, бұл кісі мына Құлжа жақтың қазағы ғой. Іле жақтың қазағы жаңағы аздап ұйғыр тілінің ықпалына ұшыраған. Соны үйренуге кіргізді дейді. Ал бұл қазақша аударғанда бұл үйрену орталығына жаңағы мәжбүрлі түрде зорлықты түрде кірген ғой. Содан ана Қорғас шекарада менің қанзу паспортымды Қытай дадима жолдап етті екен, сол жақтың сақшысы Мәулен деген сақшысы келді дағы, паспортымды бермеймін, ана Қытай бергеннен кейін сен екінші Шинжаңнан Қазақстанға шықпайсың қып етем дегеннен кейін мен енді жерлесіңді көресің ғой, жерлігіңді көргеннен не қып шықпайды екен, мен адам өлтіріп кеттім ба, қашып кеттім ба, ашығын айтып едім, Шинжаң бойынша паспортты қазақтардың жина деген ұқтырыш түсті дейді. Жарайды, қазақтардың паспортын жина деген ұқтырыш түскенменен Қазақстанға бармайды деген қызыл таңба барма деп едім, үндемеді. Сонымен сені сұрайтын жеріңе апарам дейді, апарсаң апар, сені де апарам сұрайтын жеріңе деп екеуміз біраз ерегес қалдық ұйғыр. Одан кейін барып, бір күн тұрып оның ертесімен дадида түйжаңыма тоқыта, әкем үйіне барам тоғыстырауға өтіп паспортымен шипіңжіңді алайын деп едім, десем мен ауданда жүрмін деп дейді. Сол кезде менің таныстыру қағазымды 2017 жылы 7 айдың 19-дан 2018 7 айдың 19-ды үйренуге қатынастырғанға кепіл боламын деп қол қойып етті өзімнің дадиымның дүйжаңы. Ауылдың ауылымның бастығы.
Мен 2017-12 айдың 23-і түнгі сағат 3-те сұхбатқа шықтым. Bir қазуғы сұрады ол кезде. Қасыма бір қазақ мұғалім аударып берді. Сол кезде қарасам шипіңжімнің копиясында біздің ауылдың әкімі Хамит сөйтіп қол қойып етті. 2017 7 айдың 19-нан 2018 7 айдың 19-на дейін кепілге 1 жыл тәрбиелеушіге қосыламын деп. Мен өзім оқыдым ғой. Сонан кейін мен 1 жыл болмай шықпайды екем дедім ғой. Қызыл таңбаны көрдім. Сонымен тұрып кейін деп тұрып 10 айдың 2017 жылы 6 айдың 29-ы менен Яң Шужи деп бір ауданның шужиі. Ауданды басқаратын секретарь. Яң Шежин ба, сол Қанзу менен сұхбат алып. Сұхбат алғанда сен кетесің ба, шетелдігің бар, о жақтағы жағдайың қандай, мына жақта балаларың қандай, бәрін сұрайды. Ол жерге кіргеннен кейін сіздің 6 жастан 60-қа келген өмір тарихыңды бірақ сұрап алады ғой. Қазақстанда не бар, не істейсің, бірақ сұрап алады. Өрен жаран туыс туғандарың паспорты бар ма, жоқ па? Сол кезде ана Яң Шежи айтты, сен 1 жыл болып кетті, сен асыл ықтиярға не нәрсеге керек дейді. Ой, ықтиярғатпен о жақта право алғалы болады, балаңды да соған давалатасың, сонымен балаңды оқытасың, сонымен үй алуға болады деп сөйтіп едім, онда ықтиярғаттың көп пайдасы бар екен дейді. Содан кейін тұрып, сен наразысың ба дейді. Мен ықтиярғатты 6 айда бір өтіп тұрмын, ықтиярғатыма міне паспортым міне 2 жыл болып кетті, мен қайтемін, о жаққа барғаннан кейін мені де сұрайды деп сөйтіп едім. Сен Жүнгіда туылдың, сен паспортымды я жоғалтып алдым деп айт, я болмаса ауырып қалдым деп айт, сен бұл жақтағы тәрбиелішті айтпа, сен ауылға келгеніңде ауылыңа сан келеді жоғартынан деп сөйтті. Сонда мен ауылымдікі сақшыға түтіріп беріп отыр ғой, сақшы ауданға келіп отыр. Автоном районынан бастықтар келген кезде бізге айтты, сендерді біз танымаймыз, сендерді ауылдарыңа келді деді. Сонда мен бірінші Хамит деген Дүйжанға, екінші Мәулен деген екеуім соттатып етіп ойым бар. Неге десең мен рухани жақтан азаптады. Мен қазақ еліне келдім, ұлтым, отаным, ұрпағым деп келмесем нем бар? Жүнгіда пәлен жыл жатадым, бір өлім, бір жапырақ нанын алмадым, ештеңке де қылмадым, өз мемлекетім, отаным деп келдім, мені апарды, қамады. Барғаннан кейін 1 айдан кейін деп білектен өкіл салды, тұмаудың өкілі дейді, ол тұмаудың өкілі ме, айдысының өкілі ме, біз білмейміз ғой. Өнің бар 3 айдан кейін білектен қан алды, шашымызды қиды, отырғызған анау 2 минутта дәрет қылады, жыласақ апарып орындық отырғыз қояды. Сол 2 минуттан азырақ, 3 минут, 4 минут асып кетсе, сол сыныпқа кіргенше басымызға 2-3-тен төк таяқты жеп етеміз, ұрып етеді. Ол сыныптың ішіне төк таяға кірмейді ғой, олар залда жүреді ғой. Бірін-бірін көрсетпейді. Сол кезде жоғарынан бастықтар, тексерушілер келді дегенде, не бір Қытай тіл білетіндерді алмады жақсылап. Алдыға сөйлестіріп қояды, ой, партия үкіметке рахмет, үйренуіміз жақсы, қатарлығымды таныдым, олар қау-қау дейді, оның ана қыздардың, сақшы қыздардың жеген тамақтарын көрсеткен, олар енді жақсы оқып жетті, тамақтар әйбат дейді ғой. Сол сыртқы көріністі сөйтеді, бірақ ішкі жақтан біздің азаптанып жатқанымызды ешкім білмейді. Жалпы сонда Қытайда мұсылмандардың қолымен мұсылмандарды азаптап жатыр ма? Азаптап жатыр. Түрмеге тығу жаңағы әкімдер дейді, ұйғыр ма, қазақ па, солар өзінің адамдардың өздері. Өткендегі Баймұрат Жұқайұлының айтуында да бірінші кезекте сол 2009 жылы Үрімжіде болған 5 шілде оқиғасынан кейін жаппай ұйғыр қазақтарды жаппай жұмысқа алды. 2009 жылға дейін қазақтың жастары саусылдап жұмыссыз жүрді. Сөйтті де университет бітірген, бір өзінде 2 диплом бар, 3 диплом бар, ағылшыншаны Қытайдан арман, жаңағы суша сөйлейтін жігіттер, Америкадан оқу бітіріп келген жігіттер Үрімшіде кәдімгі жай бір колледж бітірген қытайлар тұратын жұмысқа тұра алмай қалды. Ал оның екінші қайғы жағы болды, қазақтың жастары, ұйғырдың жастары жаппай бизнеске кетті. Ол әрі білімі бар, әрі шетел тілі бар, бизнеске кетіп еді. Бұл қазақтар бизнес жасаған кезде жаңа Қытайды шаңғап тұрып кетті. Себебі олар білімді. Жаңағы жай коммерсант емес, олар қап-таза бизнесмен, коммерсанттық деңгейден кеткен. Ал 2009-дан кейін жаппай жаңағы жоғары білім бар жұмыс қалды. Екінші кезекте колледждерді жұмыс қалды. Одан кейін бар орта мектеп жұмыс қалды. Орта мектеп диплом бітіргендер, аттестаты бар. Ары қарай ауылда арақ ішіп жүрген, төбелесіп, жаңағы тауық ұрлап, қой ұрлап жүрген жынды көшектің бәрін полицияға алды. Қысқасы ешкімді қалдырмай алды да, бүкіл Шыңжаңды 2 адамның бірі полиция болған бір жағдай қалыптастырып қойды. 100 метр жерде, 200 метр жерде бірден полиция пунктін салды. Көшенің қиылысы полиция пункті. Әр полиция пунктінің ортасында тоқтаусыз, үздіксіз Брановик машина, полиция машина, қарулы машина, үлкен дәу радары бар машина айналып жүреді. Бүкіл ауданыңда, ауылыңда бір тіпті сұмдық үрейлі, қорқынышты жағдайға әкеп қойды. Өз-өзінен.
халық өз-өзіне. Содан жай ауылдың адамдарын кәдімгі қолдарына мынау жуан тоқпақтарды, темір тоқпақ, ағаш тоқпақ ұстап, 60-70-тен шал кемпірге дейін ана өзі тұрған ауылды кезектесіп, шарлап күзет жасайтын болды. Кімнен қорғанады? Ол темір тоқпағымен, ағаш тоқпағымен кімнен қорғанады? Бүкіл дүкендерге тоқпақ беріп қойды, дулыға беріп қойды. Сөйтіп жаңағы сақтық сигналы жасалған кезде бүкіл дүкен өзінің мал мүлкін ақшасын тастап жүгіріп ана жинал деген пунктке жиналатын жағдай жасап қойды. Соның бәрі өстіп Қытайлар қысқасы жын ұрған құсап, жын ұрды ғой енді анығында жын ұрған құсап өстіп заң жоқ Қытайда. Мына кісінің қамалының өзі міне 1 жыл 7 ай негізінде ауылдың секретары ұйғыр жігіт, ұйғыр кісі алғанда сен Қазақстанға бардың, қауіпті елге бардың. Ол Қазақстанда бала шағасы, Қазақстан азаматы тұрса, оған қарамайды. Ол Қазақстанға қоныс аударам деп ықтияр хат алған болса, заң бойынша ол ықтияр хат алып, содан кейін азаматтыққа тапсырады. Енді алады да бұны 1 жыл қамайды деп бұйрық береді. Ал ол 1 жылды жайына қалып, 1 жыл 7 ай қамалады. Одан кейін дереу арызданудың нәтижесінде түрмеден шығады. Түрмеден шыққанымен қоймай, одан кейін ары қарай жаңағы мәжбүрлі зауытқа жұмысқа жегіледі. Ол мәжбүрлі зауыттағы жұмысының өзі жаңағы күніне 300 теңгеден тура келетін жұмыс. Күніне 300 теңгенің жұмыс. Ал ол Қытайда мүлде мүмкін емес ол. Ондай жұмыспен жан бағу. Ол үйренудегінің бәрі ауру болып шығады ғой. Енді жаңағы неде укол салған кезде сіздерде анау әйелдердің денесіндегі жаңа Қытайшадан қазақтар айтатын жүзік дейді ғой. Сол жүзік бар ма жоқ па деп сұрады. Оны анықтайды. Ол жерде ер әйелді бала көру жүзік бар ма, дәрі көмдіңдер ма, ерлерің үйренуді бар ма деп бірақ сұрайды. Ол ұлы сөз ұяттық жоқ қой, шындықты айту керек. Сол кезде бар дейді, жоғы жоқ дейді. Сол кезде ер әйелді 2 сағат көрістіретін жерлері бар үйренуді. Ол жерге ақыр кетеді дағы. Сонымен тұрып нақсыз сол 2 сағат мәжбүр кіргізіп етеді. Ол жерде әңгіме айтып, ол үйренуді ерлері барлар әңгімесін айтып жылап-сықтап шыққанда әлгі жерден моншаға түсіндіріп, жуындырып, сол басы көздерін сорғалатып қайтадан сыныпқа әкеліп қояды ғой, абыройын төгіп. Сол кезде біздің сыныпта 65 жастық апалар бар. Ұйғыр апалар 68 жастық, 65-тік. Бізбен бірге олар дәрежесіне қарай бөлген ғой, сонда бізді еркін сынып деп қояды. Сол кезде ой болды 15 минут көрісетін жерге көрісе салайын деп еді. Жоқ, сіздің еріңіз бар екен, мақсыз 2 сағат көрісетін жерге көрісесіз. Ол партия үкіметтің жақсы саясатына неге игіліктенбейсіз деп әкіріп етеді дағы әлгі апаны сол жуындырып, сол су-суғып әкеп отырғызып қояды арамызға. Сол кездерде түсте бір уақыт ұйықтаған кезде былайынан ұйықтаймыз. Ұйқымыз келсе де келмесе де қиял ойлап жүріп әлгіме уақыт қош кетеді. 2 сағаттық көрістіру дегенде сол күйеуі мен әйелін кезіктіреді. Ол енді күйеуі мен әйел ауаша бөлмеде. Иә. Сол ауаша кездесе алады 2 сағат. Дәрі беріп етеді және де жетістіріп көрістірмей дәрі беріп етеді екен ғой. Сол кезде жылап береді ұйғыр келіншектер дәрі ішіп еттік деп. Сол кезде 20 сом пұлменен дәнзала кеңдер деп айтады. Күйеуің әкелсін дейді. Сонымен тұрып айтады олар 20 сом пұл ала келсін дейді. 20 сом пұл болғанда сонда ол 20 сом пұлға 2 сағаттық үйді беретін ұқсайды деп ойлаймыз біз енді. содан ана әйел кіре берісте сол дәрі сабет екен өзі. Оның кейін тұрып ашты аузыңды жұттың ба жұтпадың ба деп ресми аузын ашып көреді екен. Яғни әйелге дәрі ішкізеді. О дәрінің не екендігін айтқызбайды. Айтпайды ғой олар қызым. Сол кезде менің қасымда қыздар сөйтіп айтатын келіншектер. Менің бір балам бар еді, маған дәрі ішкізіп етті, балалы бола алмай қалам екен деп жылап кететіндер де бар. Сонда ол рухани жақтан азаптайды ғой. Мәжбүрлі, яғни дәріні ішкізу де мәжбүрлі. Мәжбүр, зорлық ол жердікі. Жазып отырады ғой, телефон ұрсақ та жазып отырады. Кімге телефон ұрдың? Неретті үйдейдің, ол нең болады? Сақшыдан туыстарың бар ма, соттан туыстарың бар ма дейді. Алғы жер сілкінді дегенде аяқ астынан бір жер сілкіну қимылын өткізген кезде бір далаға шығарады. Сол кездерде өңкөй алғы қолына тоқпақ ұстаған әлгіндей сақшыларды, нәганы бар сақшылар сол кезде көріп қаламыз. Қоршап тұрып бізді алып айланы сақшы болып болады. Танығалы болмайды. Сол кезде ұйғыр мұғалімдер, қазақ мұғалімдермен танысқан кезде сонда Үрімжіде әдебиет оқыған, көркем өнер істеген, сурет сызған, сол оқып келіп ауылында мұғалім болғанның бәрі бізге кадр болып жүр ғой. Солардың партия мүшесіне кіргіземіз деп жатқан. Партия мүшесі барлар бар ма деп сұрайды. Семьяларында партия мүшесі барлар бар ма? Өнен кейін біздің сыныпта баста ана тілді қазақша кітап таратқан, кейін
қазақшаны жоғалту керек, ұйғыршаны жоғалту керек деп сөмкамызды ресми ақтарып, ұйғырша менен қазақшаны жоқ қылып етті. Аттарыңды қытайша жазасыңдар, қытайша сөйлейсіңдер деп. Телефонда сөйлескенде қытайша сөйлейсіңдер деп. Кіргенде сол ең алғашқы сол сұхбат алады, сол кетер кеткенше сол сұхбаттың тура шықты шығады екен. Енді сол осы сақшы қазақтар оралатын ойы бар ма Қазақстанға? Осында сақшы болып жұмыс істегендер. Әрине ойы бар. Сақшылар сөздің шыны, ол жерде олар ол жұмысты мәжбүрлі істеп жатыр ғой, өз қалауымен емес. Оның үстіне осы былтыр Американың ақпаратына шыққанда, сол жердегі сақшылар рухани қысымға шыдамай, жаңа психбольницаға түсіп жатыр екен, жынданып кеткен. Себебі өзінің қандасын, бауырласын қандай қинағанын көріп, соған соққыға шыдамай өздері больницаға түсіп жатыр. Ал тіпті бірнеше жаңағы ұйғыр полицейдің сол жұмыста зорғы бөліп кеткендігі Американың ақпараттарына шықты. Олардың аты, жөні, суреті, тіпті олар өзінің жұмыс орнында жаңа 24 сағат жұмыс істейді олар. Айлар бойы үйіне бала шағасына қайтпайды. Содан олар сол системаны жұмыс орнында салғызып жатып өліп кеткен ұйғыр полицей туралы бүкіл әлемдегі ақпаратқа шықты. Ал кейін оны келген қазақтардан сұрады, рас па? Шынында да солай. Ол жерде жаңа қазақтарда, басқаларда ай бойы полицейлер үйінің бетін көрмейді екен. Сол жұмыс орнында жатады екен, кезектесіп жұмыс істейді екен. Полицияның жаңағы офисі арнайы жатақхана ашып қойған қастарынан жаңағы уақыттық жинамалы үйменен. Сол жерде жаңағы күні түні жатып жұмыс істейді. Түннің бір уақыт сықырат атып тұрады, машинасына мінеді. Жаңағы өздерінің Құрттай ауданы шарлап түні бойы жынды болып, жоқ жерден жауыз деп шауып жүрген қалың Қытайдың полициясы. Өзінің халқын өзі жау көріп отыр ғой. Олар жағы Қытай ғой. Ал енді жаңа қазақтар мен ұйғырлардың ортасында от салудың мынандай тәсілі болған. Қазақтарды тұтқындауға ұйғыр полицейлерді жібергендігі туралы дәлелдер бар. Ұйғырларды тұтқындауға қазақ полицейлері жіберген. Және 3000 қазақ студентті 2009 жылдан бастап әр жылы 3000 қазақ студентті ұйғырлар қоныстанған оңтүстік жаңа Қашқар, Қотан, Ақсу, Корла дейтін қаладағы қазақты жібердік. Қазір сол 2009-2010-ның өзінде бір Қашқардың өзінде 10 неше мың қазақ студенті бар дейді. Студент дегенде оқу бітірген, сол жерде жаңа полицейлік қызметке қалған. Сөйтіп, ұйғырдың жаңа тұтқындалуға тиістілерін қазақтармен тұтқындатады, қазақтың тұтқындалуға тиістілеріне ұйғырды салып қояды. Ал жаңа ұйғыр полицейлер келеді де қазақта паспортың бар ма? Қазақстанға шықтың ба? Қазақстанда тұтқаның бар ма? Көрейін сені Назарбаевты құтқарғанын деген сөзді анық айтқан туралы бізде куәгерліктен өткендер бар. Мәулен сөйтіп айтты маған. Мәулен деген ұйғыр сақшы қорғас шекарасында айтты. Қазақстанға екінші шыққаныңды көрейін, отаным бар деп дейді. Барса не болыпты, мен қазақпын ғой дедім. Не үшін бармайын, мен себебін айт десем, сен Шинжаң бойынша екінші шығармайтын қылып етем деді. Ұйғыр ғой. Айт Шинжаң бойынша десем, қазақтардың қазағы паспортын жина деген ұқтырыш түсті дейді. Қазақтардың қазағы паспортын жина дегенде мен Қазақстанға шықпайды деген қызыл таң бұрылды ма? Осыған сен дәлел қыла аласың да десем, болды мен сені сұрайтын жеріңе апарам дейді. Апарсаң апар дедім. 2018 жылы 6 айдың 8-і елбасы барды Бейжіңге. Ши Цзиньпинмен барып айтып, екеуі суретке қол қойғанда қасындағы ұйғыр қызға ол қазақ тіл біледі, ой Гүлзира, сенің елбасың қазақ екен, сен жалаң аяқ болса да кетесің деп маған сөйтті. Содан кейін мен иә мені тікұшармен келіп әкеткелі кепті, мына адам былай апшып кетеді деп сөйтіп айтып қапты екен. Содан ана камераға түсіп екен, сен ұлтшыл қылдың, елбасың бар деп мақтандың, сен 30 неше жыл осы жүңғыда үлкейдің. Сен елбасы барасап, сен кішкентайығынан асырап алды ма деп, әлгі жерде мен 4 сағат тұрғызып қойды қолыма. Тұрдым, мен өлсем өліп кетейінші елбасым үшін жақырып. Сол көре алмайды ғой ананы енді. Сен ұлтшыл қылдың ба ұйғырдың алдында, сен мақтандың, идеяң әлі өзгермепті деді. Яғни Қазақстан туралы әңгіме айтудың өзі қайда қылмыс қой. Айтқызбайды. Мен үйренішке кіріп кеткеннен кейін бүткіл туыстарымның алдымен сөйлескенде жуып тастады ғой. Қорқады ғой ол. Сөйлемейсіңдер деп ашық айтады ол. Қазір шектелген мемлекеттермен сөйлемейсіңдер, сөйлесеңдер телефон ұрасыңдар, біздің рұқсатымызбен телефон ұрасыңдар дейді. Бұл жерде жаңа полицейді, мысалы, қазақ түрмедегі тұтқынды ұйғыр полицейге ұрғызды. Жанашыр ұйғыр полицей дұрыстап ұрмаса, ол ұйғыр полицейде келіп жаңағы қазақ полицейге ұрғызды. Сондықтан жаңағы мынаны сен ұр, мынандай жауаптан мынаның қылмысын мойындат дейді. Ол полицей енді
өзінің қолы сынып қалғанша ананы тепкілеуге ұруға тиіс. Егер оның бәрі камераға жазылып тұр ғой. Егер ол ұрмаса, теппесе, ана жаңа қылмыскерді сол айтылған қылмысын мойындатпаса, онда оның өзі таяқ жейді. Мына сұмдықты көрдіңіз бе? Қазақстанға келіп қайтқан қазақты ұйғырға тергеткізеді. Ұйғырдың кейбіреу енді танысы, білісі, екеуі де тегі бір қалып, жанашып дұрыстап ұрмай теппей қалса, оны келіп қазақ полицейге тепкілетеді екен. Сонда бұл жерде қараптан қарап отырып, осы екі халықтың ортасына от салып отыр. Бізге оның анық куәгерлері келіп, ашық-қашық дедік, бірақ біз сізге куәліктен береміз деп, ол кісілер осындай ақпараттарды айтып отыр. Мінекей. Сонда ол жердің қалды. Маған кететін кезде сол партия өкіметке рахметіңді айтып деп қағаз айтып, 3 нұсқа қағаз жазғызды өзімнің тілменен, сен білімдерді алдың деп, кетудің амалын қылып жаздың, бірақ та қолыма кісен сағанды ойлап, 2 минут қызы бір жер алаңға бір 8 кіші дәрет қылмағанды ойлайтын болсам, жазғымдан келмейді. Не болса да ақыр сен сұрайтын жерің бар екен деп жазып бердім. Сен барғаннан кейін о жақта тілшіге сұхбат берме, екі мемлекеттің достығын күшейтеміз, әзір деген біздің Қытайлар деген азаматтық алып, о жаққа дегенің мұнай беріп, мына жақтікі бұлай алым берім қылып жатыр. Кейін кетеңде сені біз көтеріп аламыз, егер сен өйтіп айтып қоятын болсаң, мына жақтағы туыстарың бар, туыстарыңды қинаймыз, сұраймыз. Сол үшін сен туыстарыңды ойласаң, бұл жаққа камераға түсті, бұны сенен басқа ешкім білмесін, көпірдің бер жағында қалсын деп олар сондай сөйтіп не қылған. Мен әр уақытта ақпаратқа бергенде мен Тұрсынжанға айтам, осы артында бір түрлі қорқыныш бар, мен қорқам деп. Әне күні бір күн мынаған қорқып жатырмын деп телефонда айтам, бұл көршінің үйіне бар дейді. Кім біледі айту, бір түрлі қорқыныш бар өзім. Қытайға бараспай енді бармайсыз ба? Енді бармайын, барғым да келмейді Қытайды. Көңілімді қалып, езді бәлдір рухани жақтан өш жаққа, елім, отаным, ұрпағым деп келгенде, мен рухани жақтан азапта бәлдір өзім білем дертімді бүйтіп жылтырап жүргенменен қаншылық жерім ауыратынымды. Бізде бір жалпы ой бар. Мүмкін біздің медицинамыз дамымағаннан кейін сенің жаңағы денеңе уколдар салған, берілген, мәжбүрлі жегізілген дәрілердің қандай екендігін анықтай алмай отырған шығар. Мүмкін оны бір дамыған медициналық орталықтарға жіберсек, мына тұрған Москва тіпті, мүмкін олар Қытайдың қандай сұрқия эксперименттер жасап жатқандығын анықтай алатын шығар деген ойымыз бар. Тамақтарында дәрі бар, тоймаймыз ғой, сол аппақ күрішкеде зар болып кеттік қой. Кішкентай момыдан әдетте сол момыға да зар болып қаламыз. Тоймаймыз, әйтеу жегіміз келіп тұрады. Қашан момы жейді екенбіз, әкешің момың бар ма деп сұрап тұрамыз. Намчы, дәрі қосады ғой, соның дәрі қосады. Дәрілеп еткендер да, сол құстағымыз ашып тұрады. Жіберістер ме шетелге? Шетелге жіберу ойымыз бар, бірақ қазіргі кезде бірінші жағдай осы Алматының өзінен бір дәрігерлік тексеруден бір өткізіп алсақ, егер бір ұлы ауысар, бір сұмдық жағдайлар болмаса, сол Алматының өзінен бір тексеріліп алсақ деген ойымыз бар. Және ол қаражатқа тіке байланысты болып отыр. Атажұрт еріктілер ол көбінесе өзіміздің қалтамыздан шығарып, офис жалдап, өзіміз камера алып, өзіміз арыз жинап отырмыз. Тіпті осы кісілерге, міне осы Тұрсынжан Есенәлі бауырымызға, міне осы кім Гүлзира Әуелқан келгенге дейін осы кісі баламен отыр. Тұрсынжан істей алмайды, оны баланы қарайды. Соң біз осы 2 жыл бойына сол біздің атажұрт еріктілері көмектесіп келіп отырдық. Тұрмысына да қайта Тұрсынжанның тұратын үйі бар. Оңай емес, бір ер адам қарғадай баламенен үйге келсе тамақ жоқ, істейін десе бала далада қалған. Қайта осы атажұрт елбасы өзіміздің еңбек қазақ қанымыз ғой, бірімізге біріміз бауыр болып, бірімізге біріміз туыс болып көмектесіп жатыр. Рахмет сіздерге. Мен өйтіп арыздан кеп мұндай жақты адамдарға келдік, мұндай күнді көрім деп ойламадым ғой. Шыққаныма қош болдым, бұрынғындай сол үйімде жүремін деп ойлаппын. Бұл атажұрт қай уақытта құрылғанын, қай жерде бар екенін білмейтін. Мынаған айтам, бұрын неғып білмегенбіз деймін. Сөйтсем кейін деп мен бұл айтты, өстіп ақпаратқа сен ақпарамыз атай. Ол атажұрт мен жасыдым ғой. Ой, бармайым мен, тоқташ демалып алайын, мен шыққым келмейді, әзір маған намыстанып жатырмын, пәленнің қызы, пәленнің келін түрмеден түсіп кетті десе, мен ғана бетім айтпайды, бірақ арт жағымда ата қалды ғой дедім. Кейін де бұл сері жаңағын сотқа береміз деп жатқан. Мен де сол түрмеден шықтым ғой. Қойшы бір ауыз рахметімді айтайын, көрейін ол кісіні. Әлгі көзбен әлгі мың естігеннен бір көрген артық деп барып, бұл кісімен бір сұхбаттасайын деп келдім да өзім ашыққа бірақ шығып кеттім. Неге о Қытайдың мені езіп еткені жүрегімде қалды. Егер о Қытайлар дос болса, бопты үйренуге ақырсын қателігім бұнды паспортын уағымды өтпей қалсам да мені көңіл күйме жақсы қарап, өкіл сағызбай,
Уағында дәретханаға кіріп, ауырсам доғдырхана уағында көрсетіп, уағында жіберсе, мен де екі мемлекеттің достығын күшейте аламын ғой. Ол айтып, қолымна қысен салып отырса, ұят шыққызбаса, сүйгізбесе, менің арт жақта қазақтарым бар, ұйғырларым бар. Оларда мұсылманды әркез кәпір қыла алмайды ғой, олар былайынан айтқанда. Бақа мен шаян қашанда болсын, ол атағы бақа шаян болып кете береді, сол сияқты. Ол дінді жоғалтсаң, оқысаң, біраз үйренесің, өнің жаққа кетсең, біраз пайдасы, қытайша тілінде пайдасы бар деп. Неғанда көңіл үйдің келеді ғой. Ол бейті безіп отырса, екі мемлекеттің достығын күшейтсе, қаншама қазақ ұйғыр қамалып жатыр, ұрып салып жатса, өзімізді сақ шығып жатса, не бір оқып, дамин дегендердің бәрін әкеплам тығып жатса, тәрбиелеш, үйренішке. Үйлеріне ұн апарып қояды екен, май апарып қояды екен, сендердің балдарыңды біз ақсыз оқытып жатырмыз дейді. Ақсыз оқытпай-ақ деген айтайын пұл алып жатыр, өтірік ана жұрт 15 жылға дейін оқу қаражат ақсыз деген ғой. Менің қайнымның 2 баласы оқып жатыр. Келін деген ай сайын пұл төлеп отырмайды, өтірік дейді маған, өтірік. Киімді де өзіміз береміз, дәптер қарындашына апта сайын пұл деп келеді дейді. Ал енді 260 сом төлеңдер дейді, сергесу күнешкеге. Сонда 260 сомның тең жарымын біз көтереміз, тең жарымын өздерін шығарасында енді. Ал енді 260 сомды алып алған енді ол өтірік шығып жатыр. Аталардың касіне дейін алады ғой, көзім көрген. Bir ата кетті, пәле 800 сом пұл алайын деген балам деп. Сөйтіп мейман өмірін айтып бер деді, мейман өмірін айтып бер деді. Барып, бәңкеге бара беріңіз, сол жерден шығарып аласың дейді. Сонда атаның касы, әлгі бұрынғы Тоқалтада жүретін касы сол ан жерде. Солардың аузында тұр. Жалпы Гүлзира, енді мынау көрермендерге түсінікті болу үшін бұрынғы ақпаратты қайталай кетейік. Аты жөніңді айттық. Сенің Қытайға түрмеге түскен уақытыңды қазір бір айтасың. Барған уақытың, түрмеге түскен уақытың, түрмеден шыққан уақытыңды айтасың. Мен Гүлзира Өлқан 2017 жыл 7 айдың 19-ы кірдім саяси үйренуге. Қамалдым. 2018 жыл 10 айдың 7-і шықтым. Үйінде қанша күн болып мәжбүрлі жұмыста кеттің арға? Үйінде көп болса бір апта ғана тұрдым. Бір апта тұрдым да 2018 жыл 10 айдың 14-і мені ана 3 айлық зауытқа кейсіндегі уақытша әкеп қойды, бірақ бір күн қонып, қайта кет қалдым да нақтылы тұрған жерім 2018 жылы 11 айдың 15-і мені шөжейменен қазақ кадр қызым Гүлзар деген мәжбүрлі түрде таксиға салып әкеп қойды. Өзіміз шығарып әкетеміз деп, қашан Қазақстаннан жүруіңе болады деген кезде өзіміз әкетеміз деп. Яғни мәжбүрлі жұмысқа жегін. Мен көңілім таппады ғой, мен кетпеймін. Ол жерде сендер киім тіктіңдер, е? Қолғап тіктіңдер. Ал ол зауытыңның аты жөнінде айтып едің ғой өткенде. Жапаң маркалы. Жапаң, Құлжа аудандағы, Іле Қазақ автономиялы облысы Құлжа аудандағы Жапаң киім кешек зауыты. Ал енді бұл зауытта өткенде мысалы біз осы Тұрсынжан сендер үйге барған кезде біз неден көріп отырдық, компьютерден. Іле Қазақ автономиялы облыстық телеканалдың көрсетуінде Жапаң зауытының басшысы айтып отыр, биыл 3000 қазақты жұмыспен қамтыдық дейді. Келер жылы 10.000 қазаққа жұмыс береміз дейді. Ал 10.000 қазақ деген сөз 10.000 осы Гүлзира сияқты түрмедегі қазақ. Олар айтады, биыл өкімет жақсы біздер кеміп 3000 қазақты жұмыспен қамдадық дейді. Алдыдағы бір кең жерді көрсетіп тұр. Мынаған біз үй салдырып жатырмыз дейді. Зауыттың цехтарын салдырып жатырмыз. Келер жылы 10.000 қазаққа жұмыс береміз деп әлгі. Ал зауыттың цехы деген ұшы қиыры жоқ цех. Онда істеген адамның ұшы қиыры жоқ адам. Бәрі автоматтасқан зауыт, біріне бірі жан таласып тігіп жатқан, ана цехтар, аппараттар анау үлгіріп жүргізіп жатыр, анау тігіп жатыр, біріне бірі қарайтын жоқ, соны көрсетіп отыр. 10.000 қазақты. Яғни бұлардың мақсаты бірі қазақты рухын жаншу, тәнін құрту, укол салу, дәрі беру, сосын олардың миын зақымдау, жаңағы миға электрошок беру. Шаршап кетті ғой көзіміз. Мен өз басым бір қолғап тіктім ғой, бір тал қолғап 10 тиыннан дейді. Мәшіндегі отырып едім, көзім көрмей кетті. Көзім көрмеді деп едім, сон қолмен тігетін жеріне бар деп, қолмен тігінде мін жерін бүгеміз әдеттегі сынның балағын қайырғандай. Сонда телефонда ойнамай бір тігейін деп едім, әрең 13 тал тіктім бір күн кешке дейін, ойлаңыз. Сонда бір тал қолғабыңыз бір жұбы 10 тиын. Бір жұбы 10 тиын. Сонда үйренуден шыққан, 10 айдың 7-те шықтық үйренуден. Сол кезде шыққан қазақтың бәрі қайтадан әкеп тығып етті ғой. Ана біз лагерден міне бірдеңені айта кету керек. Лагерден шықты деп қуанып жүргеніміздің басым көпшілігін әзір естісек ішкі өлкелерге кетіп жатыр. Одан қалған жергілікті қара заводтарға. Одан қалғаны ауыру, сырқау, жүре алмайтын, тұра алмайтын кәрі құртаған үй қамақта.
екі Қытайды қосып алып келеді екен үйіне. Үйіне шығарып алып келеді екен ананы қажыдан келгендегі алып келеді екен үйіне. Оның қасына екі Қытай қосып әкеледі екен ананы бақылайтын қылып. Және оның бүкіл тамағын қазақ көтереді. Қазақ семьясы оның бәрін мойнына алады екен. Сонда ол біраз денсаулық жақсы болса, апарып ана қара зауытқа кіргізіп жібереді екен. Сонда біздің мына лагерден шықты деп қуанып жүргеніміз, паспортты берді деп қуанып жүргеніміздің бәрі бекер әңгіме екен. Жоқ. Иә. Алаяқтықпен ана атын өзгертіп, енді лагерде бекер жатқыза бере ма? Оны апарып ана арзан еңбек күш қойып, жаңа мына Күлзираның айтқаны бойынша болғанда бұл бір күнде 1 юан тауып отыр. 50 теңге. 50 теңге тауып отыр бір күнде. Ал Гүлзира, сенің қазір сол Яфаңда сенің қызың жұмыс істеп жатыр ғой. Ол шықты. О да шықты, еркіндікке шықты. Қашан шықты? Менімен бірге шықты. Телефонды тартып алып, телефонды екеуміз бірақ еркіндікке шыққан. Одан қатыр. Ал қазір ол қыз қайда? Қазір сол ауылда. Ауылда. Аты жөні Құндыз Тұрсынжан қызы. Екі қыз ғой әсілі, Жадыра Тұрсынжан қызы. Ол жаңағы мүгедек қыз, жоқ, немене? Оқуда. Ол екі қызды сендер енді алдырамыз деп отырсыңдар ғой. Ал енді Қытай жағынан бір жауап бар ма? Қыздарыңды жібереміз деген. Қызым енді осы вишімді күндіз сөйлесіп тұрады, анады мынанарды босататын кезде мен қыздарымды барлығы хабарласып тұрсын мамандығын оқып тұрамын. Дебедім болды деді, әлі сол бойынша мен хабарласып тұрамын. Құндызға да айтты, әкеңді сөйлесіп, барам десең, барып келу оқуғың бар, жібереміз деп, оны ашығын айтты. Бірақ әлі жібермей тұр. Құндыз мен өзім 7-ші айда келем, алдымен ел өтіп оқын дейді ғой. Ол енді Құндызды әсілі кепілдік алып қалып отыр ғой олар. Сен шешеңді жіберу үшін сен кепіл боласың, сондықтан сен 7-ші айда барам деп қалып деп отыр. Болмаса кім шешесінен айырылады? Көп жағдайда солай жібергендер. Ал онда құрметті көпшілік сөзімізді жинақтайық. Махмет, қандай бір сұрақтарың бар ма? Бұл қолыңызда, аяғыңызда кисен күнде болды ма? Қалай болды? Анда-мында әлгі дәретке отырып кешігіп қалған кездерде. Әлгі 2 минутта отырамыз ғой, 2 минуттан 3 минут, 4 минут отырып шыққан аралықтарда. Қазақстанда бала шағасы болғандықтан бұл ең жеңіл түрі екен. Ал енді жаңа Қазақстанда туысы жоқтар, ұйғырлар, басқа Қазақстанмен қатысы жоқтар, олар енді ол ең сұмдықтарында жатады. Кімнің Гүлзираның айтқаны ең рахат. Категорияға бөледі. А, Б, С, Д. 6 категория. Соның ең жеңіл. Бірінші дәрежесі біз еркін сынып деп қойды. Еркін сынып. Өзінде де сондай. Біз зауытқа кіргенде Қарлығаш деп бір қазақ мұғалім бар. Ана жақта қалды. Біз Қытайшадан сынап алады ғой, сол кезде бізден сынап алып тұрған. Кейін зауытта сол мұғалімді көзі қалып, сонымен маған тұрып, осы 1-ші айда саған 3 ай тошады, жақсы саясаттар бар, сен тізімге қойсын деді. Енді қазақты көргеннен біраз не қылам, мен мақұл қашан кетем мұғалім дедім, өйткен кетесің, сен ықтияр қатың бар деп маған сөйтті дағы. Сонымен тұрып, арт жақта қалған қазақтарды жиын ашты ғой бұл. Өңкей қазақтарды жиын ашты шақырып алып. Сендер 600 сомнан сендерге үйрену қаражаттарың 600 сом дегенге сенесіңдер ма? Сендерді қатынас бір аптада бір бекер алып барып келе ма? 3 уақыт тамақ сендерге бекер бере ма? Мен енді біраз күннен ішкерге бір ай тұрып қайтып келемін. Сендер осы 3 ай ішінде жол тауып шығып кеттіңдер депті. Кет алмасаңдар мына жерге байланғандарың. Амал болса жол тауып шығып кетіңдер, мен енді өзім деп айтып жатырмын деп. Қарлығаш деген мұғалім сөйтіп айтты. Жол тауып деген амалын тауып кетіңдер. Ана 3 айға дейін байлансаң, 3 айдан асқан нақ айтқаны келді, 1 жылға тоқтамға қол қойған. Келісімшартқа қол қоюға мәжбүрлеген айына 300 юан. 300 юан дегеніміз 15.000 теңге. Айына 15.000 теңге жартылады айлық. Соған 1 жылға келісімшартқа қол қой деп мәжбүрлеген. Сол кезде Тұрсынжан екеуміз телефонда сөйлесеміз. Басым кетсе де қол қоймау керек. Біз жалдап әкірді ғой, сендер 3 айға дейін ана лагерде қиналдыңдар, ақшадан қиналдыңдар, 3 айға дейін өкіметтің тегін беретін 600 юан ақшасы бар. Оны істесең де істемесең де 600 аласың. Бірақ сен соның зауыттың ішінде жүруің керек, компьютерда көрінеді деді ғой. Мақұл дедік, соның көйін тұрып 2 ай тошқаныңен бастап, сендер істегендеріңе қарай пұл береміз. Бір тал қолға 10 тиын, қаншылық көп істесең соншылықтан береміз деп 20-дан, 40-тан, 60-тан, 80-ден әкеп тастайды. Сонда бір ұйғыр әйел 60 қыматтыған екен, қалғанымыз сығамаймыз. Сонда былтыр 4-ші айда келген ұйғырлармен сөйлестім, қасымда 280 сом алған көзім көрді. Биыл 1-ші айда 1 жылдығын тоша деді, бір айда. Сіз не қып кірдіңіз деп едім мен деп ауда болған. 100 юан дейсің, 20 юанға. Оны 15.000 теңгеге жетпейді. Бір айда ақталған. Нақ 14.000 теңге екен, 50-ге көбейтсеңіз. 14.000 теңге.
Сонда мен сұрадым ғой, басқа жұмыс жоқ па осы ауданда отырып, бұған не кіріп алдыңыз деп, мен Дибаудамын, Дибауда болған ең кіргізді, мына биыл 1-ші айда жылымыз тошты дейді. Енді және де Дибау деген ең төменгі кедей кепшіктерге мемлекеттен беретін бір жәрдемақы. Солардың өзін мәжбүрлі түрде жұмысқа салып отыр. Яғни бұл жерде Қытай билігі дүниені арзан тауармен жаулау үшін, дүниеге ең арзан тауар өндіру үшін киім кешекті. Олар Американың Трамптың Қытайға салып отырған біріншісі мемлекеттік өндіріс компанияларына субсидия беру. Олардың арзан тауарын чексіз арзандату, еркін нарықтық бәсекеге жол ашпау Қытайдікі. Сөйтіп осыған тиым салып отыр. Екіншісі шетелдік тауарды кіргізбейді, өзінің тауарын экспорттайды. Мысалы, қазір Қазақстанның еті, күрішін ойбай 1 миллиард Қытай нарығына жол алатын болдық деп қытайшылдар мәре-сәре болды ғой. Мысалы, бір қытайшыл жігіттің жазған мақаласы бар. Қытай сияқты көрші берген Құдайға рахмет айтады деген. Ол абай кезетте жарияланған. Оның ойынша біздің қазақтың еті мен күріші, бидайы енді Қытайға сатып бәріміз қарық болады екенбіз де. Қытай деген енді алып нарық екен де. Ал енді Қытай мен экспорт кіргізбеді. Қазақтың кәмпиті де шекарадан өтпейді. Кім қазақтың мысалы сарағашын, қазақтың шоколадтарын Қытайда бұрын тауар бұрын дүкен сатқанның бәрі түрмеге кетті. Сен бұрын Қазақстанның тауарын сатыпсың. Қазақстанның тауар әкетсің де бәрі түрмеге кетті қазір. Қазақстан кәмпитін шашқандар түрмеге кетті. Енді жаңағы біздің ақындар үнсіз отыр ғой, әдетте ақындарымыз патриот қой. Сол ақындардың шоуын ұйымдастырғандар. Роза Рымбайдың, Қайрат Нұртастың, Мейрамбек Беспай, кім еді, Сәкеме, солардың шоуын ұйымдастырған жігіттердің бәрі түрмеде қазір. Бірде-бір аман қалған жоқ. Бірақ біздің жаңағы жайшылықтағы патриот ақындарымыз қазір құлағаштарын қыңғырлатып, отанем деп әнін айтып жүр, жырын жырлап жүр. Бірақ Қытайдағы бауырлары туралы, қандастар туралы біреу бір деп айтқан жоқ. Олар кем дегенде былай ойлау керек еді. Былтырлар алдыңғы жылдар Қытайға барып, аудан, қала, Үрімжі қаласы, Құлжа қаласы, Қарамайлы қаласы, Шәуешек қаласы, Алтай қаласы, Күйтін, Күнес қаласы, Текес қаласы деп отырып, концертті қойып, жашық долларды Қазақстанға тасып едік. Міне 2 жыл болды. О жақ шақырмайтын болды, шоу-бизнес жоқ болды, біздің жашық долларымыз жоқ болды деп әншілеріміз тұңғырғанда неге ойламайды деймін де, ойлайды. Естімеген жоқ, естіді. Көрмеген емес. Біліп отыр. Бар болғаны. Олар Құдайдан емес, Қытайды Құдай деп білгендіктен, Қытайдағы бауырлары туралы тым құрғанда бір ақын шығып, араша сұрап, бір әнші шығып, өлең жазып, ән айтып, бір композитор, мына Қытайда қандасымызға қиын болыпты деуге жарамай отыр. Кеше Димаш оның өзі мына Ринат сабады ғой оны енді. Димашты мен мойындаймын, егер ол Қытайдың сахнасында микрофонды жерге тастап, менің бауырластарымды, қандастарымды сендер қинап жатқанда мен сенің сахнаңда ән айтпаймын десе мен мойындаймын дедім, сол сияқты бір сөз айтты. Ал анығында мен Димашты 2016-дан мен сабағам, оған жетпесе керек. Содан біреу хабарласып, мен сотқа берем деді, берші, сенің сотқа беруіңді күтіп отырмын деген. Одан Дат газетінде жарияланған, мен ютубта лекцияларым тұр. Мен айттым, Димаш Қытайдың жобасы дедім. Қытайдың жұмсақ күші дедім. Дұрыс әнші, бірақ Еуропаға барсыншы, Америкаға барсыншы, батысты мойындасыншы. Туп-тура дәл қазір ол Қытайда тым құрғанда бір ауыз Қытайдағы қандастарым деген айтып қалсыншы дедім. Ертең ұрпақ алдында беті жарық болады. Мен әншімін, мен дипломат емеспін деген бекер сөз. Сен саясатпен айналыссаң да, саясат сенімен айналысады. Соны айттық. Міне Ринатқа рахмет. Кеше Димашымыз көзқарас білдіріпті. Енді біздің қалған ақындарымыз бен жазушылардың ұятына сын. Ертең әлеуметтік желі елді алдай алмайды, баяғыдағы сияқты заман емес. 50 жыл өтер, 20 жыл өтер, Қытайда құлар тасталқан болар. Сол кезде ертеңгі бір журналист отырып, сол кезде сен халқың үшін не дедің, қаңылтырген кеудеңді қаңғырладың, не деп өлең жаздың дегенде, біздің ақындарымыз бен жазушыларымыз, зиялы қауымымыз сол кезде ұрпаққа не бетін айтады. Міне сол мені көбірек ойландырады және. Ал енді Гүлзира қарындасымызға біз Атажұрт қазір көмектесіп медициналық тексеруден өтіп жатырмыз. Мына Салағұлаш дәрінің тізімдігін беріпті. Оны алып беріп отырмыз. Қалғандарын тағы алып береміз. Енді бізден мына көпшілік айтатын бір нәрсе. Ең мықты мамандар керек бізге. Медициналық орталықтар бар кісілер керек. Егер олар Гүлзираға медициналық жағынан мен көмектесем, анализін жасайым, тіпті бір жігіттер, қаржыгерлер шығып, мен Москваға апарам, мен Израильге апарып тексертем десе,
бізбен хабарлассын. Ата жұрт еріктілерімен хабарлассын. Міне ата жұрт еріктілерінде небір бізде жаңағы мықты жігіттеріміз бар. Мысалы, мен тіке қазір ұмытпай тұрып осы жердегі телефоны занят болмайтын жігіттердің нөмірін айтуыма болады. Мысалы, 8702 639 888 2 тілек деген бауырымыз. Енді мына осы қазір қасымызда отырған Ербол міне ата жұрттың қаржылық жұмыстарына жауапты. Тіке Ерболдың нөмірін айта салайын. 8705 180 66-68. Қайталаймын, 8705 180 66-68. Егер қандай да бір қазағым деген қазақ шығып, осы Гүлзира қарындасымызды Израильге апарып, Германияға апарып тексертемін, медициналық анализдерін аламын. Мына әбден Қытайдың қорлығын биохимиялық медициналық эксперимент құралы болған Гүлзираны жаңағы денсаулығын қалпына келтірем десе, құба-құп осы жігіттерге хабарлассын. Гүлзираның нөмірін тіке бермеудегі себеп біз қытайшылдардан қорқып отырмыз. Себебі осы Қытайдың қылмысын ашып жатқан Жарқынбек Отанды жуырда барымталап кетті біреу. Денесінен белгісіз улы заттар табылды. Жарқынбек Отан ес-түссіз бір тәуліктен кейін табылды. Және Қытайдың қылмысын ашып әлеуметтік желіде үздіксіз белсенді жұмыс жасағандарға қытайшылдар қоқаң-лоққы жасап, оның фейсбуктегі аккаунттарынан нөмірлерін біліп алып, үйіне дейін барып, ұрып қорқытқан оқиғалар болды. Тіпті кеше ғана атақты ақын, атын айтпай қояқ, соны жаңағы өзі сары еңкіш, басында шашы жоқ бір жыпылық көз адам барып, оны сен Қытайға қайтып кет, Қытайдың қылмысын ашпа деп қоқаң-лоққы жасағанын бізге айтып келіп отырды. Қайрат ағамыз суретін көрсетіп, мына кісі ме десе, иә сол кісі деп оны анық айтып отыр. Демек қытайшылдар қазір Қазақстанда өзінің білгенін істеп, өздерін Қазақстанның азаматы емес, Қытайдың Қазақстанда губернаторы сияқты сезініп, кез келген қазақтың көзіне шұқып, тергеп, әлеуметтік желіде үркітіп, қорқытып, бопсалап, осындай сұмдық жағдайда біз бұл кісілердің мекен жайы мен телефонын жариялай алмаймыз. Бізге хабарлассын, көмектесем десе, көмектессін. Енді сөзімізді ары қарай түйіндейік па? Тағы басқа әңгіме бар ма? Мехмет? Бұл заводтарды мен сөз сұрағаным. Заводтарды бәрі лагерден шыққан адамдар ма? Лагерден шыққандар. Лагерден шықпаған дегендер бар ма? Біз кірсек, былтыр Дейбаудағы химиясында қиыншылық бар, ұйғырлар бар екен. Біз 10 айдың 14, 2018 10 айдың 14 заводқа шыққанда сол лагерден шыққан қазақ браға кірді ғой. Сонда адам аз екен адам қабылдады. Негізінен лагердегі адамдар болып. Ал Дейбау деген ана қоғамдағы мемлекеттен жәрдемақы алатын ең төменгі кедей кепшіктерді айтады. Оларды мәжбүрлі жұмысқа салған бір, артынан мына түрмеден шыққандарды салған екі. Құрметті көпшілік, біз бәрін таныстырғанда өзімді таныстырмаппын. Мен аты-жөнім Серікжан Біләшұлы, ата жұрт еріктілерінің басшысымын. Осы ата жұрт еріктілері ұйымдасқан қоғамдық ұйым. Міне бізді Чұқылауда көбейіп, әлгінде ғана Алматы қаласы Медеу аудандық полициясы кеп тағы бізді полицияға шақырып кетті. Қытайшылдар біздің үстімізден шағымдан тіркелмеген ұйым деп жатыр екен. Біз оларға айттық, тіркелмесек тіркелмейік. Ал енді тіркеуге өтініш бердік, қайтарған өздерің. Ал егер бізді жапсаңдар жабыла салайық, айыппұл салсаңдар оныңды көрейік. Бірақ ата жұртқа қандай да бір бәле болса, сол күні тұтас Америка мен Еуропа шулайды. Ол Қазақстанның халықарадағы беделіне зиян келеді деп оны ашық өздерін ескертіп отырмыз. Ашынған, буырқанған, ызаланған, туыстары Қытайда қамалған қазақтарды ереуілге шықпа, көшеге барма, сауатсыз жұмыс жасама, оппозицияға ілеспе, бір жерді өртеме, бір жерге жақпа, белгісіз біреу алаңға шақырса барма, тек сауатты түрде ақ қағазға қара сиямен арыз жазып, құзырлы мекемелерге, елбасына, сыртқы істерге, Нұр Отан, ұлттық қауіпсіздікке, халықаралық ұйымдарға жазып, тек сауатты түрде арыздан деп тәрбиелеп үйретіп отырған бізбіз. Ал егер біздің үйімді жаптырған жағдайда бұл мәселенің ар жағы у шығып кетуі бек мүмкін екендігін айттық енді. Әрине олар да бізді жабуға мүдделі емес, бірақ бар болғаны біздің үстімізден антиэкстремистік комитетке арыз жазып, біздің үстімізден Астанада құзырлы мекемелерге арыз жазып, оларға бізді Қазақстан қоғамына қауіпті деп келген тілшілерді анау шетелдегі қашып жүрген саяси қашқындар жіберіп отыр деп, одан біз ақталып, ол тілшілердің саяси қашқындардың атын да білмейтін, тек Қытай мәселесін жазатын дәлелдеп жүріп осы уақытқа дейін жабылған жаланың бәрін тойтардық. Бірақ бір нәрсе анық болды. Қазақстанда қытайшыл күштер біздің күштік құрылымдарымыздың заңдық мекемелерімізге дейін алақандарында ойнатып отыр екен. Біздің заңдық мекемелеріміз олардан алған 5-10 теңгеге бола қазір ұлт үшін жұмыс істеп жатқан біздің өзімізге жаңағы мұрса бермей үнемі келіп мазамызды алатын болып жүр. Ал егер өстіп насырға шаба беретін болса, біз тек халықаралық қауымдастықтан көмек сұрауға дайынбыз. Біз Қазақстан мемлекетінің тәуелсіздігін қорғаушымыз.
Біз Қазақстан мемлекетінің мүддесін қорғаушымыз. Біз Қазақстанның барлық заңына бағынушымыз. Біз тек қоғамда әділеттілік бар екендігін, Сайрагүл Сауытбай оқиғасында Қазақстанда тәуелсіз сот бар екендігін, Қазақстанда азаматтық қоғам қалыптасқандығын дәлелдедік. Біздің әр сөзімізде елбасыға мадақ айтылады. Біздің әр сөзімізде Қазақстанда тыныштықты сақтау айтылады. Ал осындай жұмыс істеп отырған біздің ұйымды мемлекеттің құзырлы мекемелерінің қол арқылы жатқызғысы келіп отырғандар, олар қытайшыл күштер. Сондықтан бұл жерде біз бір нәрсені ескерте кетеміз. Қазақстанда қытайшыл күштер әлінен асты, шегінен асты. Оларды әй дейтін әже, қой дейтін қожа болмай кетті. Білгенін істеп кетті. Себебі олардың қалтасы қалың. Олардың қалтасында Қытайлардың тығып қойған тонна долларлар тұр. Олар ұлттық компаниялардан консультант ақыға айына 100 мыңдаған доллар сыйақы алады. Олардың белгісіз кірістері бар. Олар кез келген мемлекеттік мекемеге бізді қоңырау шалдырып звондатқызып, артынан бізге қоқан-лоққы жасап қоңырау шалады. Ертең сені ана мекеме шақырады, көреміз сонда. Ертең мына мекеме шақырады дейді. Айтқандай сол мекемелер ертесі бізді шақырып отырады. Демек, біздің мемлекеттік мекемелер қытайшыл күштердің шырмауына түсіп кеткен. Ендеше бұл мәселенің де түбіне бір нүкте қоятын кез келді деп ойлаймын. Қазақстан өзінің тәуелсіздігін сақтаймын десе, тұтас биліктің, күшті құрылымдардың ішіне тамыр тартып кіріп алған ақшасыменен, мүмкіндігіменен, барлық компаниясымен, қаржысымен, инвестициясымен, анау-мынаусымен деп неше түрлі жалған ақпенен кіріп алған қытайшыл күштерден арылмаса, осы қытайшыл күштер ертең Қазақстан элитасына, Қазақстанның саясатының биік сахнасында отырған азаматтардың өзіне үлкен қауіп екендігін ескерткім келеді. Айналайын азаматтар, астыңдағы тағыңды сақтаймын десең, басыңдағы бағыңды қорғаймын десең, мынау қазақтың тәуелсіздігін, егемендігін, жерін қорғаймын десең, қытайшыл күштерді Қазақстаннан аласта. Бүгін ол сенің қалтаңа 10 мың доллар, 100 мың доллар тыққанымен, ертең ол сенің ұрпағыңды өзіне құл қылады. Сау болыңыздар.